Қазекем өз ағам деп құрметтеп, төріне шығарған ұлттың бірі өзбек халқы. Өзбектер қазақпен тарихы, тілі тамырлас, бауырлас ел. Қазақстанда бүгінде 500 мыңнан астам өзбек ұлтының өкілі тұрады. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстанды мекендеген. Облыста өзбек тілінде дәріс беретін мектептер, ұлттық театрлары, тіпті өзбек тілінде таралатын газеттері бар. Оңтүстік Қазақстан облысында 143 мектептің 27-сінде таза өзбек мектеп балдар оқиды, таза өзбек мектеп. Қалған мектептерде аралас қазақ, өзбек, тажик, рус, өзбек мектептері. Ал енді оңтүстік Қазақстан облысында өзбек этносы бүгін таңда 2,5 миллионға жуық халық бар. Бұл деген сөз 3 миллион оңтүстік өңіріндегі халықтың ішінде қазақ халқыдан кейін екінші орынды иемдейді. Қазақстан халқы ассамблеясы бұл баламасы жоқ бір қоғамдық институт. 2007 жылдан бастап бұған конституциялық статус берілді. Қазақстан халқы ассамблеясы бүгінгі таңда кіші біріккен ұлттар ұйымының бір бөлігі. Біз 138-ден астам этнос өкілдері қазақ халқының айналасында шоғырланып, осы елдің тек қана тыныштығын, балдарымыздың келешегін ойлаймыз. Осы арайда Қазақстан халқы ассамблеясы біздерге мәдениетімізді даму үшін, тілімізді, дәстүрлерімізді ұмытпау үшін бір үлкен алаң жаратып берді. Бұл алаңда барлық этнос өкілдерінің терезесі тең, құқықты, әрбірі өз тілін, мәдениетін, дәстүрін, салт дәстүрлерін ұмытпайды. Өзбек ағайындардың ұлттық тағамы палау. Оның дәмі тіл үйрет. Әсіресе ер кісілер палауды бабына келтіріп дайындайды. Бұдан бөлек олардың сүйіп дайындайтын асының бірі дімлама. Ет, картоп, қырыққабат, қызанақ, сарымсақ қосылатын тағамның дайындалу құпиясы бар. Алдымен ет күймесі үшін қазанның ең астына құйрық май салынады. Сосын етті салып тұздайды. Сосын үстіне жуа, картоп, қызанақ, қырыққабатты салып тағы тұздайды. Ерекшелігі бұл тағамға мүлде су құйылмайды. Беті қырыққабатпен қымталады. Бұл тамақтың буы сыртқа шығып кетпеу үшін керек. Міне біздің тамағымызда бір 35-40 минуттың ішінде дайын болған. Міне картоппен жаңағы еттің тушонка сияқты піскендігін көріп тұрсыздар. Елімізде 80-нен астам өзбек мектептері жұмыс істейді. Қазақстан халқы ассамблеясының құрамында ұлттық мәдени орталықтары тағы бар. Мұндай орталық Астанада орналасқан. Мен ата-бабаларым, ажаларым айтып отқан. 1900 жылдары бізде Тараз қаласында, Қазақстанда Тараз қаласында шолқы путь болған. Шолқы путь болғанда бізде өзбектер бар ұлттар сауда болған. Сауда болғаннан кейін олар қалып кеткен. Қалып кеткенден кейін қазақтар оларды күтіп алып, бір шаңырақты болып, бір нанды болып жейішкен олар. Ондан кейін біз бүгін күнде 5-4 поколение болып тұрмыз. Статистика мәлімет бойынша өзбектердің саны көбейіп келе жатыр. Енді жалпы айтқанда өзбек халқы, қазақ халқы ұқсас, осы семьясы көп балалық болса, ол өте құрметтеледі және жақсы қабылданады. Сондықтан өзбектерде осы семьялары көп болады, балдары көп болады, сондықтан өзбектердің саны да көбейіп жатыр. Ол демек осы біздің Қазақстанда осы барлық жағдай жасалған өзбектер үшін, сондықтан тұрыстары жақсы. Ары қарай да осындай біз осы біздің елімізге, біздің халқымызға қызмет жасауға, осындай бір татуласып, бірлікте тұруға мен ойлаймын, өзбектер өзінің үлесін қосады деп. Қазақстанда бақытты әрі табысты болуға барлық жағдай жасалған. Бұл елде кез келген кәсіпті дөңгелетіп әкетуге болады. Тек жалқауланбай, шын ден қойсаң болғаны, бизнесті дамытуға жан-жақты қолдау көрсетіледі дейді өзбек ұлтының өкілдері. Бүгінгі күнде Қазақстанда 600 мыңға жуық өзбектердің 100 мыңы кәсіпкер. Бұл өте жақсы сан. Мемлекет оларға бизнеспен айналысуға жағдай жасайды. Мен бала кезімнен әжемнің нан пісіретінін көргем. Содан болар өзім наубайхана аштым. Оның үстіне бәрімізді қосатын осы нан емес пе? Біз даму арқылы жеңілдікпен небары 6% несие алдық. Қазір кәсібімді дөңгелетіп отырмын.
Бұл жерде өзге ұлттардың әдеп ғұрыптары мен салт дәстүрлеріне құрметпен қарайды. Еліміздің ең басты байлығы ұлтаралық келісім. Дәстүр жай ғана салт жора емес. Бұл тұтастай бір халық пен оның тағдыры дейді олар. Өзбек музыкаға, фольклорлық дәстүрге өте бай халық. Ежелгі ән жанрлары, суырып салмалық сипаттағы лирикалық ән, эпикалық жыр, бірнеше бөлімнен тұратын вокалды аспапты шығарма, бимен қосылып орындалатын әзіл-сықақ ән. Ал музыкалық аспаптары тіпті көп. Farkı nimada-ki, bizada Özbek milli çalgı asbablarını Жалпы өзбек ұлтының сондай өте көңілді шығыс әуендері кез келген ұлттың жүрегін ашады. Өзбек ұлтында көптеген ұлттық аспаптар бар. Дойра, дутор, карнай, сурна, нагарит, тағы басқалар. Оларда біз Қазақстандағы Наурыз бірлік мерекелерінде ойнаймыз. Мысал, карнай әдейі осындай мерекеге салтанатқа шақыратын әуен шығаратын аспап. Ерлердің ұлттық киімдерінің негізін шапан құрайды. Өзбектер той думанға, ұятты жерлерге барқыттан, атластан тігілген, моншақтармен, алтын күміс тастармен безендірілген ең әдемі деген шапандарын киеді. Ұлттық киімдері тақия. Ол дөңгелек немесе шаршы пішінді, тегіс төбелі немесе үшкір төбелі болып келеді. Тақияның төрт құбыласындағы гүлдің суреті ер адамды қорғап тұрады деген сенім бар. Үстеріне көйлак деп аталатын жейде, бұттарына иштан киеді. Аяқ киімдері өте жұқа былғардан тігіледі. Өзбектердің киімі әртүрлі болады. Үйде киетін киімдер, қонаққа киетін киімдер, мерекеге киетін киімдер болады. Мына қазір сіз көріп тұрсыз, әйелдердің қонаққа киетін, мерекеге киетін киімі. Мына қараңыз, бұл халат, алтын иплермен тігілген, әдемі етіп нақшылар салынған, велюр матаға салынған. Бұл киімді әйелдер тойға киеді, мерекеге киеді, келіншектерді кисе болады. Әдемі етіп ішінден қанатлас матамен көне кию керек. Басына орамал кию мүмкін, осындай доппы кию мүмкін. Мынау доппы алтын иптермен тігілген. Еркектердің шапаны әртүрлі иппен тігілген болады. Мынау қараңыз, сарық алтын иппен тігілген. Ішіне моншақтар салып тігілген шапан. Бұл шапанды еркектер тойға, бұл кияу болған үйленетін жігіттердің шапаны. Осыны киіп, басына осындай сала киіп, мына сала дейміз. Сала тоже алтын иптермен тігілген. Оны киіп, келін ауылға барады. Осындай еркектердің халаты, бұл мерекеге киетін халаты. Ал басқа матамен тігілген, беқасан мата дейміз. Ашын матамен тігілген халаттарды, шапандарды үйде киеді, жұмыс жасағанда,